менің қымбатты көрермендерім, сіздермен бүгін Айжан. Осындай жерде түсіріп жатқаныма айта кетейік, не себепті да. Қазіргі күнде мен өзімнің видеоларымды күнделікті түсіріп, күнделікті интернетке жүктегім келіп тұр. Сондықтан менде қазір өте көп киім үтіктеу керек. Керемет возможность, жай ғана тұрмай, немесе аудиокнига бүгін кейбір кездерде үтіктеп жатқанда аудиокнига немесе бір видеороликтер қарайтын едім. Бүгін өзім сіздермен бірге өзім не ойлаймын, көптеген тақырыптарды кеңестермен сіздермен бөліскім келіп тұр. Параллельно үтіктей беремін баламның киімдерін. Сондықтан аяп етпесіздер. Мен күнделікті түсіремін, сондықтан мынау как прямой эфир ретінде жүреді. Бір заттарды дұрыс айтпасам, көрерім қалай болатынын. Әрине, ең алдымен бүгінгі мен айтқым келетіні бұл бала тәрбиесі жөнінде. Бала тәрбиесі деген бір кісі оянды. Қазір көремін, жылап кетсе. Бала тәрбиесі ретінде. Бала тәрбиесінде қазіргі күнде мен байқағаным, үлкен кісілердің де айтатыны, мысалы, енді ғана жүріп келе жатқан, сөйлеп тілі шығып жатқан балаларға өздері кетіп бара жатады. Мен үтіктемейтін сияқты, сіздермен осылай тұрып, әңгімелесіп тұратын сияқты, мынандай темппен. Бала тәрбиесі ретінде бала енді ғана жүріп жатқанда, енді ғана бір заттарды балаға өте барлығы қызықты да, қарайсыздар ғой, бір любопытный, мынаны қарағысы келеді, ештеңеден қорықпайды, жүреді, анда барады, мұнда барады, суды бір бірдеңке көрсе аяғымен бір былшылдатып, шылпылдатқысы келеді. Оның барлығынан бізде өттік, сондықтан үлкен кісілердің мысалға кетіп бара жатырғанда, ей, құлайсың деймін деп бір айқайлағаны, немесе балаға бұл деген негізі это уже оның басына такой зерно деп айтсам болады, ол салат, мен қазір құлаймын деп. Спокойно кетіп бара жатқан бала тұрады да, тік жерден құлай қалады. Неге? Себебі бұл уже подсознательно біз балаға сен қазір құлайсың деп уже программируем дейді ғой, солай. Мысалға, оның барлығын қарап тұрсақ, егер балаға абайла, алдыңа қара, байқап жүр деп не істеу керек, соны айтсақ, бала тік жерде кәдімгідей жүріп өте береді да, мысалға. Так, еще родители, орысша қазақша сөйлей береді, так еще родители добивают тем, что бала жүріп келе жатады, құлайсың дейді. Бала құлайды, и ол сосын айттым ғой дейді. Вот это просто шын айтайын, взрыв мозга, себебі байғұс бала деймін да, шынымен спокойно кетіп бара жатты, айтады да, құлайсың дейді. Мысалға, енді тапсырып жатырғанда ата-ананың балаға деген қолдауы өте маңызды рөл атқарады. Тіптен, мысалға, өздеріңіз қазір көп мысалы деп сөйлеп жатырмын да, байқағаным қазір. Нужно от этого избавляться. Енді тапсырарда, егер сіздерге біреу жоқ сен өтпейсің, жоқ сен жаман тапсырасың деген сияқты ғой, бұл да балаға сен құлайсың, сен бүйтесің, бір жаман, ең прям такой ужасный последствияны айтамыз да. Ал егерде абайла, көзіңе қара, абай жүр, байқа деп айтсақ, бала не істейді? Әрине, абайла алдыңа қара десе, қарайды, жүріп дұрыс өтіп кетеді деп ойлаймын мен, мысалы, өз басым. Сондықтан оны мен қайдан есіме түсті, немесе оны қайдан көптеген психологиялық кітаптарда бала тәрбиесі ретінде ол жерлерде, мысалы, тіпті өзіміздің абай, қазір бір секунд, экран өшіп қалды просто. Абай Құнанбаевтың өзінің аты негізі Ибрагим. Мен қателесіп жатсам, мені төменде комментарийда келесі осы видеоның астында жазып өтіңіз да, қателессем. Есімде, мысалы, біз әдебиет сондай кітаптардан оқығанда, Абай Құнанбаевтың негізі аты Ибрагим, бірақ оның әжесі абай жүр, абайла деп айта бергеннен, оны абай деп атап кетті деген сияқты басында осындай қалып қалды. Есімде. Мүмкін қателессем, білмеймін, егер сіздер күшті бірдеңке біліп жатсаңдар, мені жөндей келсеңдер, астында төменде жазып кетіңіздер, оқимын барлығын. Және келесі айтайын дегенім, қазіргі күнде қарап жатырмын, баламның киімі сондай, кәдімгі
мамаша. Осындай кезде енді сіздермен әңгімелескенде қашан әңгімелесе аламын деп ойладым да. Онымен қоса күнде видео түсіргім келіп жүр, өте қатты түсіргім келіп жүр. Сондықтан түсіремін деген ойдамын. Және де өзім селф такой пиар жасап кетемін. Менің инстаграмымда жазылыңыздар. Мен қазір активно барлығын жүргізіп жатырмын. Құдай қаласа, бір жаңа проекттер алда күтуде. Сондықтан сіздермен барлығымен жақын арада бөлісемін. Біреулер сұраған, үйде сен деген осы мынандай мен жүресің ба, немесе орамал тағып жүресің ба? Негізі орамал таққан мен өзім маған жараспайды деп ойлаймын. Сондықтан онша таққым келмейді. Бірақ ата енем енді маған орамал тақ деп ондай ештеңе айтқан жоқ. Бірақ бала туғаннан кейін терлеу керек деп маған не ішкізеді, сорпа ішкізді да. Сол кездерде терлегенде басыңа суық тимесін деген секілді орамал ки деген болатын. Бірақ бір кісі ой орамал маған жараспайды деп түсіруін алдым. Өте керемет, өзіме қатты ұнайды. И не знаю, и такое маған ұнайды, короче. Және де ойлап жатырмын бала тәрбиесі ретінде айтқаным. Бала тәрбиесінде мысалы қазіргі күнде мен күнделікті бізге туғанда да педиатр баланың IQ жақсы болсын десең, күнде оған ертегі оқы деген. Мен мына видеоларды тек қана қалай күшті болу керек деген емес, мен өзімнің ойларыммен маған не айтты, солармен бөлісіп жатырмын да. Себебі мен мынандай мамаша, мен бәрін білемін, мен күштімін деп ондай емес, мен просто өзім не білемін, сонымен сіздермен бөлісіп. Егер мен сияқты жаңадан туған мамалар болса, сіздермен бірге осындай Келінс Клаб деген өзімнің рубрикамда күнделікті осындай қызықты темаларды, тақырыптарды обсуждать етіп тұрайық деген ойда болдым. Және де IQ жақсы болсын десеңіз, балаға күнделікті кітап оқы, ертегі оқы. Үлкен кісілердің, мысалы, жыл өте келе, үлкен кісілер ата-әжелері дейміз ғой. Олар, не знаю, мен солай айтқанда, олар ой, бала түк түсінбейді, бала түк білмейді. Есінде бәрі сақтайды деп ойлайсың ба деген сияқты сондай нәрселерді айтты. Бірақ мен дедім де. Ну, я, конечно, уважаю ваше мнение, но я буду делать өзім не дұрыс деп ойлаймын, соны жасайын деп шештім өзіме. Одан жаман ешқандай жоқ. Ертегі балаға оқығаннан балаға жаман ешқандай әсері жоқ. Наоборот, ол сенің даусыңды естиді, ол сенің бала деген мен мысалы өзімнің 1 жасындағы, 1-2 жастағы көптеген нәрселер әлі есімде. Мамамның маған айтқан жаттатқызған десем болады, жаттатқызған тақпақтары тағы да өшіп бара жатыр. Мамамның маған жаттатқызған тақпақтары барлығы әлі күнге дейін есімде. Мектепте жаттаған тақпақтар есімде қалмаса да кейбіреулері, бірақ 2-3 жасындағы там оңай болады ғой, мой веселый звонкий Самуил Маршактың там по улицу слона водили, как видно на показе, известно, что слоны в диковинку у нас так за слоном деп. Әйтеуір, көп деген осындай, Мишка косолапый по лесу, барлығы миымда прям жатталып қалғанда, мен оны 2-3 жасында кәдімгідей жаттадым. Соны ойлаймын да баланы, ой, ол ештеңе түсінбейді, ой, ештеңе білмейді деп, осылай мен түсінбей осылай қарасаңыз, бала сондай болып өседі. Ал егер жоқ, ол бәрін біледі, ол түсінеді деп, бір вера, ата-ананың поддержкасы бұл балаға үлкен рөл атқарады дегім келеді. Вот, осыны айтқым келді сіздерге. Мен тек қана осы 8 минуттық видеода 2 распашонка өтіктеп болдым. Мен де мына жерде так еще комнатада миллион зат. Өзімшінің бәрін видеоға түсіретін тема деп ойлағам. Видеоға қазір бір аудиокнига тыңдайтын шығармын. Так, осыны айтқым келді сіздермен. Мына барлығын мен жайлап өтіктей берейін. Видеом осымен бір күніне бір 10 минуттық видеолардан сіздер қалай ойлайсыздар? Шай ішіп, тамақ жасап отырғанда, артқа планға мен осындай видеоларымды қосып қойларыңызға болады. Сіздермен бүгін болған Айжан, қызықты болды деген ойдамын. Күнде кездесеміз, мен өз-өзіме уәде бердім. Өте тырысамын соны дұрыстап атқаруға. Тек қана түктеп жатқан емес, тамақ пісіріп жатқанда да сіздерді қойып осылай эфирларға шығып тұрам деп жоспарлап жатырмын.
соның қаламасын күнде орындайын енді соны сіздерге уәде берген соң. Так, өзімде барлығы жақсы, кейбіреулер қалымды сұрап жатады, барлығы жақсы, тфай өсудеміз. Бүгін бізге ровно бір ай, негізі сенбеймін, бір ай бұрын ана атанғаныма, күйеуіммен атанғанымызға. Так, осыны айтқым келді. Және де достар, егер де менің көптеген ағылшын бұрындағы түсірген видеоларым бар еді ғой, ағылшын тілін қалай үйренуге болады деп, көбісі сіз деген сабақ бересіз ба деп сұрағандар болатын адамдар. Я қазір мен онлайн түрде сіздермен бірге сіздерге сабақ бере аламын. Бірақ мен өзім ойлап тұрғаным, ағылшын тілін енді бастап жатқан адамдарға, себебі солармен басынан аяғына дейін, яғни результатын өзім кәдімгідей көргім келіп тұр. Сондықтан егер сіздер ағылшын тілін білмейсіздер, түсінбейсіздер, кәдімгі алфавит прям деп айтпақ қойын, білмеймін, көрейін, beginner немесе elementary деген ағылшын уровеньдарынан бастағым келіп тұр. Онлайн сабақтар жүргіземін репетитор ретінде. Егер де сіздер қызық болып тұрса, ойланып жүрген болсаңыздар, маған төменде немесе инстаграмға лучше дайректке жазыңыздар. Сіздермен ақылдасып, барлығын уақытын белгілейміз. Мен қазір тек қана ағылшын тілі емес, онымен қоса қазақ тілін. Бірақ қазір видеом қазақ тілінде кім қазақша үйренгісі келіп тұр деп айтпайтын шығармын. Бірақ та қазақша, бірақ репетитор қазақ тілімен және де ағылшын тілдерінде жүргіземін. Ағылшын тілдерін үйретіп жүрмін. Сондықтан егер де сіздерде бір желание болса, қазірден бастайық, не откладывайте дегендей. Сол келесі кездескенше, точнее, ертең кездескенше, ертеңде де қандай темалар көргіңіз келеді, өзім барлығын алдын ала жоспарлап қоямын. Сіздерді жақсы көремін. Сіздерді кәдімгідей сағынып қалыппын өте. Жақсы күндерде кездескенше достар. Сау болыңыздар.